Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте нәзік, өте дәмді сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ұн саламыз, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары майымыз бен ұнымыз кішкентай түйіршіктер болғанша жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде сары май морозильниктен, яғни мұздатқыштан шыққан болса, онда сіздер оны терка арқылы үгітсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін, оның үстіне қант саламыз. Және де аз ғана тұз саламыз. Кейін 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Оның барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды бөлек алып қоямыз. Келесі оның салмасын жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сүзбені саламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Кейін 2 жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Менде мұнда құрғақ үйдің сүзбесі. Егер қаласаңыздар, дүкендікін қоссаңыздар да болады. Салмасы дайын болғаннан кейін формамызды дайындаймыз. Формамыз дайын болғаннан кейін тестамыздың 3-тен 2 бөлігін осы формамызға саламыз. Құрметті көрермендер, егер осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, каналымызға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кейін дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, тестімізді жақсылап тегістеп шығамыз. Қамырымызды тегістеп болғаннан кейін, оның үстіне салмамызды саламыз. Салмасын салып жатқан кезде пешімізді 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Оны да тегістеп жіберіп, ең үстінен осы қамырымыздың қалған 3-тен 1 бөлігін салып шығамыз. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 30-40 минут пісіруге жібереміз. Міне, сонымен біздің пирогымыз дайын. Мен оны пештен шығарғаннан кейін бөлме температурасында осы формадан шешпей 10 минуттай суытып алдым. Кейін осы видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен жан-жағынан ажыратып аламыз. Енді бөлме температурасында толық суытып, кейін дастарханымызға ұсынсақ болады. Пирогымыз өте дәмді, ерекше нәзік болып шығады. Сіздер де менімен бірге дайындап, жақындарыңызды бірге қуантыңыздар. Каналымызға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!